Барлығыңызға сәлем. Бүгін біз еліміздің басты темір жол қақпасы деп аталатын Астанадағы Нұрлы жол темір жол вокзалына бейне шолу жасаймыз. 2017 жыл Астана үшін маңызды жыл болды. Сол кезде елордада Экспо 2017 халықаралық көрмесі өтті. Жаңа вокзал осы ауқымды оқиға үшін арнайы салынды. Сонымен қатар өсіп келе жатқан қалаға тағы бір темір жол терминалы қажет болды. Ескі вокзал пойыздардың ағынымен жақсы жұмыс істеп үлгермеді. Жаңа ғимарат 2017 жылдың 1 маусымында ашылды. Бұл біздің еліміздегі ерекше архитектуралық шешімі бар алғашқы вокзал. Пойыздар тікелей терминал ғимаратына кіреді. Ғимарат 6 деңгейден тұрады. Бірінші және екінші қабаттарда 740 көлікке арналған автотұрақ бар. Лифттер мен эскалаторлар әр қабатқа көтеріледі. Басты деңгей орталық күту залы орналасқан 4-ші деңгей. Айтпақшы, вокзалда барлығы 6 күту залы бар. Жолаушыларды орналастыруға арналған орындардың жалпы саны 3000-ға жетеді. Ғимаратта 10 билет кассасы бар. Анықтамалық бюро, дәріханалар, кәдесый дүкендері, көптеген балалар дүкендері мен ойыншықтары бар бутиктер, спорттық тауарлар бар павильондар, мини-маркеттер. 4-ші және 5-ші деңгейлерде тамақтану орындары орнатылған. Сондай-ақ кофе машиналар, массаж креслолары, дәретхана, ана мен балаға арналған бөлмелер. Ұялы телефондарды зарядтау аймақтары. Банкоматтар, Каспий постаматтары. Мұнда темір жол вокзалының әдемі макеті орналасқан. 5-ші қабатта балалар ойын алаңы, намазхана, сондай-ақ ересектер мен 4 жастан асқан балаларға арналған көркем гимнастика залы орналасқан. Сондай-ақ киімді жууға және кептіруге арналған павильон бар. 4-ші және 5-ші қабаттарда 3-ші деңгейде орналасқан темір жол жолдарындағы пойыздарды бақылау үшін шыны терезелер орнатылған. Айтпақшы, вокзалдың жалпы ауданы 116 000 шаршы метрді құрайды. Ал өткізу қабілеті тәулігіне 35 000 жолаушы. Енді вокзал әкімшілігі орналасқан 6-ші қабатқа, сондай-ақ 2 түрлі қонақ үйге көтерілейік. Капсула қонақ үйі ерекше көзге түседі. Мұнда демалуға, музыка тыңдауға, теледидар көруге және ұялы телефонды зарядтауға болады. Мұнда сіз жайлылық пен ғарыштық жайлылықты сезінесіз. Сондай-ақ бұл қабатта келіс сөздер залы бар. 2021 жылы 1-ші қабатта шетелдік азаматтарға қызмет көрсету орталығы ашылды. Жалпы біз вокзалдың ең негізгі орындарына бардық. 6 жыл ішінде темір жол вокзалы 12 миллионнан астам жолаушыға қызмет көрсетті. Осымен шолуымызды аяқтаймыз. Ұнаса біздің арнаға жазылыңыз. Осы тамаша темір жол вокзалына және бүкіл Қазақстанға өркендеу тілеймін. Кездескенше сау болыңыз.